мына қазір ата-аналарға айтар едік. Мынау қыз өсіріп жатқандар қыздарына ертең күйеуге шығады, Құдай қаласа, күйеуінің алдындағы міндеттерін көбірек үйретсе де, қалай ойлайсыздар? Ал кім бала өсіріп отыр? Балаға ертең отбасыдағы еркек адамның жауапкершілігі қандай? Әйелі үшін бала ертең қияметте жауап беретіні. Жалпы еркектің өзінің әйелдің алдында міндеттері бар ғой. Жаңағы баспанамен қамтамасыз ету, тамақтандыру, киіндіру, дініне мән беру деген сияқты. Осындай нәрселерді да бала өсіріп отқандар балаға өзінің міндетін үйретіп, қыз өсіріп отқандар ертең ана күйеуінің жәннаты екенін, күйеуін разы қылмаған әйелдер жәннатқа кірмейтінінше қызымызға үйретіп өссек та, өсірсек ше. Қазір Қазақстанда 100% үйленгендердің бір жылда 30-40% ажырасады екен ғой. Неге десең қарасаңшы, бәрінің үйренгені әйелдер өзінің правасын жаттап алған да. Еркектер өзінің правасын жаттап алған. Қазір ажырасып жатқандарда ше, бір үлкен бір причина жоқ негізі. Үлкен бір желеу де жоқ ше. Болмайтын бір майда шүйде причиналармен, жаңа не дейді, мына өзінікін тақап тұрып алады, ана өзінікін тақап тұрып алады, болды, қайтпайды да. Сөйтіп те ажырасады. Бұрын аталарымыз не дейді? Қызын шындап келген кезде қызын қайтып келу деген енді өлім ғой бұл. Үлкен намысы бар адам ғой, ұят нәрсе ғой, қызы қайтып келіпті деген нәрсе. Қазір қыздардың да оп-оңай кетіп қала беруінің себебінің бірі сол артында қалған, баяғыда аталарымыз айтатын еді ғой, барған жеріңде судай батып, тастай сің деген сонда өл деген сөз ғой негізі. Өлігің сояқтан шықсын, бияққа келме деген сөз да. Келесің ба күйеуіңмен кел. Бізде айтады, келе бер. Келе бер, бір нәрсе десе келе бер. Бізде қараңыз, қыздарымызға не үйретіп отыр? Барғаннан кейін бір нәрсе десе маған айт. Мына телефон деген бәле болды пәсше. Мына әйелдер де көніге ана жақпен связьда. Не істеп жатқанын бәрін айтып отыр. Ана жақта ол басында болған жоқ, ақыл айта бастайды. Сонымен жаңа проблемалар басталады да. Соны менің ойым енді осындай нәрсе да. Қыздар балдарымызға әрқайсысына өзінің міндетін үйретіп. Бұл енді көбінесе осы балашаға, мынау әйел мен күйеу жайлы айтсақ, кейбіреулер ана еркектер ашуланады дегенде, не әйелдің сөзі, мен ешкімнің әйел адамын күйеуінен үстіне жатқызып бейтіп, не болмаса күйеуін ана әйелінің алдында сүмелек болсын деп жатқан жоқпын. Әркім өзінің орнын білсін. Еркек адамдар біліп алсын, үйленген еркектер қияметте әйелі үшін жауап береді. Жауап береді. Әйел адамдар да біліп алсын. Күйеуін разы қылмай жәннатқа кірмейді. Осылай түсіндірейік та онда, осылай түсінікті болатын шығар. Екеуіне де жетісіп тұрған нәрсе жоқ. Екеуінде де жауапкершілік бар да. Ал екеуі қосылып алып тудырып жатқан ана бала шаға үшін екеуі бірдей жауап береді.